Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге қарбыздың ақ қыртысынан мармеладқа ұқсайтын тәттілерді қалай дайындайтынымды көрсетемін. Ол үшін қарбыздың ақ қыртысын қабығынан аршып тазалап аламыз. Өзіңіз қалаған пішінде әдемілеп турап алыңыз. 1 килограмм қарбыз қыртысына 1 стакан қант саламыз. Менде шамамен 1,5 килограмм 1,5 стакан қант саламын. Бетін жауып 4 сағатқа қалдырамыз. 4 сағаттан соң қарбыздың шырыны бөлініп шығады. Жақсылап сыртын жуып, жарты лимонның шырынын сығып, оны 4-ке бөліп саламыз. Қазанымызды отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң астының күйіп кетпеуін 20 минут араластырып отырып бақылаймыз. Бірінші рет қайнатып болған соң 6 сағатқа қалдырамыз. 6 сағаттан соң тағы да 20 минутқа қайнатып аламыз екінші рет. Екінші рет қайнатқан соң тағы да 6 сағатқа қалдырамыз. Үшінші рет қайнатар алдында ванилинді 1 ас қасық немесе 1 ас қасық ванильді қантты салып араластырып, үшінші рет тағы 20 минут қайнатып аламыз. 20 минут өткеннен кейін суытамыз. Суыған қарбыз қыртыстарын суын сарқып алып, суын келесі қайнатқанға алып қалсаңыздар болады. Оны бутылка құйып, морозильникке қоя салсаңыздар болады. Пергамент қағазға қарбыз қыртыстарын жайып, духовкада 2-3 сағат 100 градус температурада сәл духовканың аузын ашып қойып кептіріп аламыз. Шала кепкен қарбыз қыртыстарын жартысын кокос түйіршіктеріне, жартысын қантқа аунатып аламыз. Міне біздің қарбыз кәмпиттеріміз, яғни қарбыздың қыртысынан жасалған кәмпиттеріміз дайын болды.